Жаңағы айтайын деп жатқан нәрсеміз үш нәрсе. Адамның иманы әлсіреген кезде біз Юнус алейхиссалам дұғасын айтуымыз керек екен. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ауырып қалсақ, Аюб алейхиссаламна, Рабби анни массани дурру ва анта архамур рахимин. Раббым, маған қиындық жетті, сен мейірімділердің мейірімдісің деп. Жұмысымыз болмай қалса, хасби Аллаху ниъмал вакил. Үйден шыққан кезде не дейміз? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل من آياته حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم деп біз таңертең шыққанда бауырларым бұл Аллах Тағалаға сүйеніп шықсақ біздің дүниедегі жұмысымыздың бәрі оңады. Осы үш проблема. Бірі иманың әлсірейді, екінші өзің ауырасың, бауырың ауырады, басқа болады, үшінші не болады, мынау жұмысың болмай қалады. Осы кезде не болса, дұғаларымызды болуымыз керек. Енді айтайын деген нәрсе, сіздер иншалла жатқа қылғанға өте жақсы нәрсе. Мынау төрт көзімізді түгел отырмыз. Қазақта бар ғой, төртеуі түгел болса не дейді? Төбедей келеді дейді. Төрттілігі сай дейді. Мына Құран-ы Кәрімде осы Аллаху Субхану ва Тағаланың төрт сипаты бірге келеді. Көп сипаттар еді. Уәл аувал, уәл ахир, уәл захир, уәл батин дейді. Алла ең алғашқы басталусыз. Алла ең ақырғы аяқталусыз. Аллаху Субхану ва Тағала өзінің құдіретіменен не қылып тұрады? Көрініп тұрады. Аллаху Субхану ва Тағаланың қасиетті затын сіз көре алмайсыз. Ла тудрикул абсар ва хуа юдрикул абсар. Аллах Тағалаға ақылдар, көздер жетпейді, Аллах Тағала көздерге ақылдарға жетеді. Және де Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала момындардың төрт сипатын айтады. Сахабадан Абдулла Аббас болса керек. Осы Құран-ы Кәрімдегі осы аят түсіп, басқасы түспегенде де осы жеткілікті болар еді дейді. Уәл аср иннал инсана лафи хуср. Аллах Тағала ғасырға ант ішемін, адамның істеген ісінің бәрі өзіне зиян. Иллаллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр. Тек қана иман келтіргендер, кейінде жақсы амалдар істегендер, бірі-бірін ақиқатқа шақырып, сол жолда сабыр қылғандар дейді. Міне. Жәннатта төрт дария бар дейді. Мұхаммад сурасында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Судан болған дария болады екен. Аллахтан нәсіп етсін ішімізге. Сүттен болған дария болады екен. Балдан болған дария. Шараптан болған дария. Төрт кітап. Не ол? Таурат, Забур, Инжил, Құран. Төрт періште. Кім ол? Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил. Үйге бар жазылған олар. Төрт халифа. Абу Бакр, Омар, Осман, Али. Пайғамбар алейхиссаламның төрт қызы. Кім? Зайнаб, Урқия, Уму Күлсім, Фатима. Төрт имам. Кім ол? Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад ибн кім? Хамбал. Адилатыл арба дейді. Ахл сүнна вал жамааттың сүйенген төрт дәлелі дейді. Ал-Құран, сүнна, кейіне ижма, қияс. Төрт дәлел. Абу Ханифа да, имам Малик да, имам Шафи да, Ахмад ибн Хамбал да осыған не қылады? Сүйенеді. Біздің бойымызда төрт нәрсе бар, бауырлар. Ақылымыз бар, жүрегіміз бар, ашуымыз бар, нәпсіміз бар. Оны реттеп тұра тұрған бұл хадис. Ақылды шамасы келмеген нәрсеге салмау керек. Ең топаста болмау керек. Екіні қосса ақылды көп істету керек. Жанның да азығын беру керек. Ашуды да басы керек.
нәпсінде ақсын беріп тұру керек. Бұл не? Ең жақсы адам дейді, 4 қасиеті болса дейді. Жүрегі жұмсақ болса, тілі тәтті болса, тілмен зиян бермесе да, қолы жомарт болса дейді, жүзі де дейді сүйкімді болса, табассуму ваджхи ахика садақа дейді. Досыңның жүзіне күле қарау не дейді, ол не? Бұл не, бұл не? Бұл садақа. Досыңның жүзіне күле қарау, бұл не болып тұр? Мына садақа. Дәретте неше парыз бар бұны? 4. Бетті жуу, қолды не? Шынтап болады. Басқа мас тарту, аяқты немен? Тоқпан қоса. Таяғында неше парыз бар? 4 парыз бар. Ниет. Ниеті? Екінші таза жерді қас қылу керек. Жер жынысы болу керек. Сиырдың зәрі болған жерге күн түсіп кеуіп кетсе дейді шариғатта, намаз оқуға болады дейді, басқа жер болмаса. Бірақ именно сол жерге таяқ болып болмайды дейді. Жер жынысы болу керек. Ақыл ма? Жер жынысы. Ол топырақ бола ма, құм бола ма, тас бола ма? Тасты бар боя, оны жуу неғылдың керегі жоқ, оны жаңағы шам болуы. Тап-таза судың астынан шыққан тасқа да таянсаңыз болады. Жер жынысы болса болды. Больницада ауырып жатқан кезде топырақ апарғанша бір тас апарса да болады. Топырақ апарсаң айтады, врачтар не дейді, бұл не дейді? Не болады дейді жаңағы? Микроб болады дейді. Тасты тазалап жуып алдым, тастарды. Ол да болды. Бірінші ниет, екінші не? Жер жынысы тазалау. Үшінші бір мәрте ұрасың, бетіңді не қыласың? Төртінші бір мәрте ұрасың да не қыласың? Амал қабыл болу үшін бауырларым 4 нәрсе керек дейді. Бірінші ілім керек. Екінші ниет болу керек. Үшінші амал болу керек. Төртінші не болу керек? Ықылас болу керек. Ниет пен ықыласты не айырмашылығы бар? Кім айтады? Суды ақ қойдыңдар ма? Ниет пен ықыластың айырмашылығы не? Ниет жалпы болса, ықылас не болады? Жалпы. Ниет бір амалды екінші амалдан ажыратып тұра тұрған ниет. Таң намазына тұрдыңызда не қылдыңыз? Бірінші неге ниет қыласыз? Сүннат оқуға. Кейін такбир айтып неге ниет қыласыз? Осы ниет. Ал осыны Құдай үшін орындау не болу, не? Ықылас деген сөз. Амал қабыл болу үшін осы 4 нәрсе. Бірінші не дедік? Ілім. Екінші ниет. Үшінші амал, төртінші не бол, не? Ықылас. Сол кезде не болады? Амал Алланың алдында не болады? Қабыл болады. Басқа не айтамыз 4 нәрседе? Есте барым, не демей жатыр. Бірнәрсе айтайын деп тұр едім. Адам 4 толқын ішінде тұрды. Алладан болады. Нәпсіден болады. Шайтаннан болады, періштеден болады. Күндегі 4 нәрседен. Алладан бола тұрған нәрсе, сіздің жүрегіңізге Аллах Тағала бір нәрсені сала, бір жақсылықты. Мешіт соғам дейсіз, Құран жаттайым дейсіз, соны Аллах Тағала жаттатып береді жаңағы. Бұл неден болып тұр? Алладан. Періштеден бола тұрған нәрсе, сізді әйтеуір бір жақсылыққа үндеп тұрады. Ал келе шықпалдай оған берсейші. Бермесең және бір жақсылық істетсе сен періште. Ал нәпсіден болатын нәрсе бір нәрсеге қатып қалады. Ана киімді алам дейді, ана көлікті алам дейді, болмаса ана қызға үйленем дейді. Одан басқасы бар осы жоқ дейді. Сен менің талғамымды білмейсің дейді. Ол нәпсіден болды. Иблисте бола тұрған нәрсе,
ол иблис саған әйтеуір бір жамандық істету. Мынаны істемедің ба, ол тоқтап тұрмайды, екінші істету керек. Осы төрт толқынның арасында адам баласы не қылады? Осы неде болады екен? Бұл жаңағы жазатын болса, ол кітаптарда бар ғой, көп қылып жазсаңдар, ілім деген нәрсе осы. Ілімді түсіну керек, жаттау керек, кейін не қылу керек? Жазу керек. Тәжбидте де білесіздер, тәжбидте суқундун мен танбиде неше ереже бар? Неше ереже бар? 4 ереже бар. Біріншінде изхар, екіншінде идғам, үшіншінде ихфа, төртіншінде иқлаб. 4 нәрседен сен 40 нәрсе жазған болсаң, міне саған не болып тұр ол не? Міне саған болып тұр не? Ілім болып тұр. Өзі екіліктен басталады, кейінен 5 күн 5 нәрсені айтатын болсақ, намазды да жаңағы таң намазы, асыр намазында не 4 рәкат парыз, пешін намазы 4 рәкат парыз, құптанның 4 рәкат парызы, 5-тікті айтатын болсаң, исламдағы 5 парыз, калима, намаз, ораза, зекет, қажылық, 5 уақыт намазың, таң намазы, пешін намазы, асыр намазы, шам намазы, құптан намазы. 5 күн жалған дедік, туылғаннан 8-ге дейін не жас дедік? Сәбилік. 8-ден 14-ге дейін балалық шақ, 14-тен 41-ге дейін жігіттік шақ, 41-ден есейге дейін қартайған шақ, 60-тан арғарай не? Есейген шақ, не? Қартайған шақ. Алла разы болсын, иншалла. Енді бір-екі сұрақтарыңыз болса, иншалла, сұрақ қойыңыздар. Құда қаласа, намазда не жақындап қалған екен. Сұрақ қойыңыздар жамағат, иншалла. Сұрағыңыздар. Ол мұсылман емес па? Мұсылмандар менен басқалар отырған болса, ассаламу алейкум лиман ихтада худа деп қояды. Ассаламу алейкум лиман ихтада худа. Хидаятқа ергендерге Аллах несі болсын? Ол егер мұсылман болмаса, ассаламу алейкум несі алейкум деп қоясың ғой. Бұл да жаңағы мұсылман мен мұсылманның арасында неше қарыз бар бізде? Мұсылман мен мұсылман арасында бізде неше бар? Міндет бар. Ассаламу алейкум десе, алейкум ассалам беру бір. Екінші түшкіріп не десе, алхамдулилlah не десе де, ярхамуллах деп ұрады. Ауырып қалса, зиярат қылу. Ақыл кеңес сұраса, ақыл кеңесін де беру. Әгер не болса, қайтыс болса не? Жаназасына бару, мұсылман мен мұсылманның арасындағы не ол не? Адам қайтыс болған кезде 4 нәрсе парыз. Біріншінде жуындыру, екіншінде кепіндеу, үшіншінде жаназасын жару, төртіншінде жерлеу. Бұл мұсылманның мұсылман арасындағы бұл не адам азы. Жаназа намазында да 4 такбірлі не? 4 такбірдің біреуі қалып кетсе, құрметті бауырларым, ол намаз болмай қалады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деген болса, ол не болды? Парыз орындалды. Қашан парыз орындалса, амал болды деген сөз. Бірақ уәжіп, сүннат орындалмаса, ол не болады? Сауабы кем болады. Және сұрағыңыздар, намаз болып қолды ма? Сұрасын. Кейбір кісілер намазға 30 жасында келіп жатады,
Сол намаздардың өте парыз болған сіздерге оқу керек қой. Әгер оны парыз екенін білген болса, сол кезде әзіргеде егемендік алдық, бәріміз білеміз. Ол басқа еді. Бірақ оны оқу керек, парыз намаздарын. қалай өтесе болды? Қалай өтесе, не алсын, календар алсын да, күніге, мынау бар ғой, намаз уақыттар бар. 3 уақытта намаз оқып болмайды. Күн шығып атқанда, күн неде тұрғанда, сәскеде тұрғанда, күн батып жатқанда. Тек қана аср намаз өтіп бара жатса, макрух болып оқып болсаң да, басқа уақыттарда нәпіл намаз оқымай